Сәлем достар, біз бүгін безглютеновый котлет жасаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен фаршымыз керек. Оны өздеріңіз білесіздер қандай көлемде алатындарыңызды. Одан кейін жұмыртқаны екіге бөліп, белогы мен ақуыз бен сарыуызын бөліп аламыз. Одан кейін жуа және сарымсақ керек. Фаршымыз ыдысқа салып аламыз. Жуамызды тураймыз. Төртбұрыштеп турап шыққаннан кейін оны фаршқа қосамыз. Сосын картофелімізді алып үккіштен өткіземіз. Барлық үккіштен өткізіп болғаннан кейін фаршымызды араластырып, оған сарыуыз қосуымыз керек. Сарыуызды қосқаннан кейін оны да араластырып аламыз. Келесі жұмыс ақуызымызды блендерден өткізуіміз керек. Блендерден көпіртіп алуымыз керек. Ендігі жұмыс тұзымызды қосып араластырамыз. Блендермен араласқан ақуызымызды қосып жақсылап араластыруымыз керек. Біріктіруіміз керек. Ендігі жұмыс енді сарымсақтарымызды қосамыз. Бір тісше сарымсақ жеткілікті. Енді келесі істейтініміз ол глютенсіз кукурузды ұнды сеуіп алуымыз керек, өзімізге керек мөлшерде. Фарштан котлеттің формасын жасап алып, осы ұнға котлеттерімізге форма беріп, ұнға аунатып алғаннан кейін, оны тарелкаға тізіп аламыз. Котлеттерімізді қуыру үшін алдымен майымызды қыздырып алуымыз керек. Майымыз қызғаннан кейін котлеттерімізді біртіндеп салып шығамыз. Міне, біздің котлетіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.